Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеомызда Аллах тағаланың көркем есімдерінің кемшіліксіз пәк сипаттары мен қасиеттерін одан әрі кеңірек ұғынатын боламыз. Аллах тағаланы танып білуге кеткен уақыттарыңызды Аллах тағала сауаптар мен берекеге толтырсын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны Алла разылығын тілейтін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Осыған дейін біз Аллах тағаланың 1 мен 36 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттерін айтқан болатынбыз. Ендеше 37-ші көркем есім Әл-Али, асқақ, бәрінен биік. Толық мағынасы асқақ, өте биік, жоғары, мәртебелі, адамдардың сезім, сана және басқа қабілеттеріне келетін бейнелерден тыс, одан жоғары. Ол әр уақытта биіктікте. Әл-Али есімінің қасиеттері надандықтан құтылу, білім және дәреженің жоғарылауы үшін біз бұл есімді 120 рет айтуымыз керек екен. Екінші қасиеті Я Али деп көп қайталаған адам халықтың арасында абыройлы болады және ешкім оны төмен санап қорламайды. Мінез құлқы жақсарып, сөздері мағыналы болады, жағымсыз әдеттерінен құтылады. Бұл есімді көп қайталап жүрген адамның иманы беріктене түседі, ізгі істеріне қол жеткізетін болады. 38-ші көркем есім Әл-Кабир, үлкен, аса зор. Толық мағынасы ұлық, ең ұлы, абырой және мархамет иесі. Адамдардың ойлау, көру және сезу мүшелерінен тыс. Әл-Кабир есімінің қасиеттері: бірінші қасиеті сыйлы, құрметті болу және рухани, сонымен қатар материалды үлкендікке ие болу үшін бұл есімді 232 рет айтуымыз керек екен. Екінші қасиеті: бұл есімді зікір етіп жүрген адамның білімі арта түседі екен. 39-шы есім Әл-Хафиз, сақтаушы, қорғаушы. Толық мағынасы қорғаушы, сүйікті құлдарын жамандық пен кесірден сақтайды. Өз құлдарының сауап істерін қиямет күні мәрхамат ету үшін жазып сақтайды. Алла тағала әлсіздердің жәрдемшісі. Әл-Хафиз есімінің қасиеттері: бірінші қасиеті сүйгендері мен мал мүлкінің сақталып қорғалуы үшін бұл есімді 998 рет зікір ету керек. Ал екінші қасиеті: осы есімді қағазға жазып, әрі оқып, өзімен бірге алып жүретін болса, дұшпандарынан басым болады екен. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Алланың қалауымен бұйырса, алдағы уақытта көптеген пайдалы, иманыңызды арттыратын, Алланың разылығына бөлейтін видеолар шығатын болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.